Армысыздар, қадірменді отандастар. Еуропалық одақ Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдеріне санкциялар енгізді. Джакишев бұны бұрында ақ болжаған. Бұл Қазақстанға қалай әсер етеді? Джакишевтің командасынан естейік. Көрмес бұрын видеоға лайк қойып, арнамызға жазылыңыз. Орталық Азияның 3 елінің банктері Еуропалық одақтың жаңа санкциялар тізіміне енді. Олардың қызметіне тыйым 12 қарашадан бастап күшіне енеді. Шектеулер сонымен қатар кейбір қырғыз компаниялары мен криптобиржаларға да қатысты. 19 санкциялар пакеті аясында Ресейдің ФТБ банкінің Қазақстандағы еншілес құрылымы да қара тізімге енгізілді. Бұл Еуропалық одақ елдеріндегі серіктестермен кез келген есеп айырысу операцияларына толық тыйым салу дегенді білдіреді. Бұдан бөлек, ФТБ Қазақстанның халықаралық валюта айналымына, соның ішінде еуро мен долларға қатысуына шектеу қойылады. Жалпы, ФТБ банк бұған дейін ақ санкцияға іліккен еді, деді ұлттық банк төрағасының орынбасары Ерлан Жамаубаев Казинформға берген түсініктемесінде. Сондықтан ФТБ арқылы іс жүзінде операциялар жүргізілмейді. Бұл банк еліміздің қаржылық тұрақтылығына елеулі теріс әсер етіп отырған жоқ. Сондықтан экономикалық тұрғыдан үлкен қауіп төнеді деп ойламаймын. Сондай-ақ санкция тізіміне Қырғызстандағы Толубай банкі мен Еуразиялық жинақ банкі де енді. Осылайша антиресейлік санкцияларды айналып өтуге қатысы бар деген айыппен қазірдің өзінде 4 қырғыз банкіне шектеу қойылды. Бұған дейін ақш пен Ұлыбритания Капитал банк және Керемет банк мекемелеріне санкция енгізген болатын. Жаңа еуропалық тізімге Old Vector және Greenex атты 2 қырғыз компаниясы да кірді. Еуроодақтың мәліметінше, бұл компаниялар Ресейге төлем қызметтерін ұсынып, криптоактивтер жеткізіп отырған. Қырғызстанның сыртқы істер министрлігі бұл шешімді қысым деп атады, және Қырғызстан халықаралық міндеттемелерін қатаң сақтайтынын мәлімдеді. Министрлік еуроодаққа тәуелсіз, халықаралық деңгейде мойындалған аудит жүргізуді ұсынып, санкциялар шынайы деректерге сүйеніп қабылданғанына көз жеткізуді ұсынды. Uniduэ агенттігінің хабарлауынша, жаңа санкциялар пакеті Қырғызстан, Қазақстан, Тәжікстан, Біріккен Араб Әмірліктері және басқа да елдер арқылы әрекет ететін 5 ресейлік банкке, криптобиржалар мен мұнай трейдерлеріне қарсы шараларды да қамтиды. Сонымен қатар, ол Ресейдің сұйытылған табиғи газын Еуропаға импорттауға толық тыйым салады. Қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша 2026 жылдың 25 сәуірінен, ал ұзақ мерзімді келісімдер бойынша 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Еуроодақтың жаңа санкциялар тізіміне Тәжікстандағы 3 банк тиенді. Душанбе Сити банк, Спитамен банк және коммерциялық банк. Бұл қаржы мекемелерінде тәжікстандықтардың жалпы депозиттерінің шамамен 5-тен 1 сақталған. 5 миллиард 750 миллион сомони немесе шамамен 620 миллион доллар. Тәжікстан ұлттық банкі санкциялардың ықпалын зерттеп, халықаралық серіктестермен бірге олардың салдарын азайту жолдарын талқылайтынын мәлімдеді. Ал оппозициялық басылымдар бұл 3 банктың Тәжікстан президентінің туыстарына тиесілі екенін жазады. Экономист Фозилжон Фатуллоевтың пікірінше, бұл санкциялар банктер үшін апатты салдарға әкелмейді. Душанбе Сити банк ел астанасында және жалпы республикада қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар жүйесінде маңызды рөл атқарады. Ал Спитамен банк ипотекалық және автонесиелеу, сақтандыру сынды бағыттарда негізгі ойыншы. Ол Тәжікстан нарығында берік позицияға ие. Ал санкциялар Тәжікстанға қаншалықты соққы болатынына келсек, еуроодақпен сауда айналымы онша үлкен емес. Керісінше, бұл Тәжікстанға демалуға келетін, зейнеткерлік туризммен айналысатын еуропалықтарға көбірек қиындық тудырады, дейді экономист. Фатуллоев атап өткендей, бұл банктердің еуропалық қаржы жүйесімен байланысы әлсіз, ал Ресеймен экономикалық өзара әрекеті әлде қайда тығыз. Тәжік банктерінің Еуропа банктерімен ынтымақтастығымен ақша ағымдары азаяды. Әрине, бұл әсер етеді. Бірақ жалпы алғанда, Тәжікстанмен жұмыс істейтін америкалық немесе еуропалық компаниялар онша көп емес. Ал Тәжікстандағы ақша аударымдарының басым бөлігі Ресейден келеді. Сондықтан ресейлік шектеулерді айналып өтпеу. Бұл банктер үшін өзін-өзі өлтірумен тең. Олар амалсыз Ресеймен қарым-қатынасты жалғастырады, сауда мен қаржылық операцияларды жүргізеді, деді сарапшы. Жартылай бос зал, қол шапалақтаған аудитория, қалай монтаж арқылы шындық өзгерді. Жартылай бос залды толы көрінетін етіп көрсету мүмкін бе? Джакишев Азияның редакциясы соңғы уақытта бұл мінберінен сөйлеген орталық Азия елдері президенттерінің ресми индире арналары мен тәуелсіз дерек көздердегі бейнежазбаларды салыстырып, қызық жайттарды анықтады. Әлемдік тұрақсыздық жағдайында біз әділетті Қазақстан құру үшін батыл реформалар жүргізіп жатырмыз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен сөйлеген сөзінде. Бір ай бұрын, 20 қыркүйекте Нью-Йорктегі бұл бас ассамблеясының мерейтойлық сессиясында ол геосаясат, ұйымды реформалау қажеттілігі және Қазақстанның жаңғыру қадамдары жөнінде баяндама жасады. Тоқаев, кәсіби дипломат және орталық Азия көшбасшылары арасында ағылшын тілінде сөйлеген жалғыз президент болды.
Президенттің 24 минуттық сөзі туралы оның баспасөз қызметі кеңінен хабарлады. Толық мәтін Ақорда сайтында және Вевизу аккаунтында жарияланды. Публикацияларда президент пен қол шапалақтап отырған залдың фотосуреттері берілген. Алайда Азаттық редакциясы НТО-тағы бұл жаңалықтар қызметімен бейнетрансляцияларын қарап, іс жүзінде Тоқаевтың сөзі жартылай бос залда айтылғанын анықтады. Сол күні шараның басында зал толы болған. Бірақ ақш президенті Дональд Трамптың сөзі аяқталған соң, көптеген делегаттар орнынан тұрып кетіп қалған. Тоқаев түскі үзіліс алдында сөйлегенде, залдың шамамен 1/3 ғана отырған. Ақорданың жариялаған бейнежазбасында, керісінше, заллық толы көрінеді. Тіпті кадрларда Украинаның президенті Владимир Зеленскийдің мұқият тыңдап отырған сәті көрсетілген. Бірақ Азаттық оның кадрлары іс жүзінде бұл бас хатшысы Антонио Гутерриштің сөзінен алынғанын анықтады. Біздің саяси технологтар шындықты әсемдеу әдістерін жақсы меңгерген, дейді РГО зерттеу орталығының директоры, әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев. Бұл, президентті жасарту, жақсырақ көрсету үшін фотошоп қолданудан бастап, шындыққа ұқсамайтын бейнемонтаж жасауға дейін барады. Мұндай көрініс ішкі аудиторияға арналған. Қараңыздар, біздің президентті әлем құрметтейді деген әсер қалдыру мақсатында жасалады. Бейсенбаевтың айтуынша, мұндай тәсілді тек Ақорда ғана емес, басқа елдердің әкімшіліктері де қолданады. Мысалы, Эмомали Рахмонның ресми Индизей арнасы да оның Нью-Йорктегі сөзін толы залда көрсеткен. Бірақ бұл ресми бейнесінде жартысынан көбі бос орын. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиниевтің сапары туралы бейнематериалда да ұқсас әдіс қолданылған, зал толы етіп көрсетілген. Қырғызстан президенті Садыр Жапаровтың сөзінің бейнежазбасын елдің сім арнасы жариялады, онда зал жартылай бос. Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедовтің сөзін Алтын асыр телеарнасы көрсеткен. Кадрлар бірде бос, бірде лық толы, көріністер логикалық ретсіз ауысып отырады. Азаттық бұл мәселе бойынша Ақордаға ресми түсініктеме сұрап хат жолдады, бірақ жауап түскен жоқ. Сарапшылардың айтуынша, мұндай монтаждың басты мақсаты ішкі аудитория алдында президенттің халықаралық беделін арттыру. Ел ішінде экономикалықта, саяси да жетістіктер азайған кезде, билік сыртқы саясаттағы баланс пен жоғары деңгейдегі қатынастарды көрсету арқылы легитимділігін сақтауға тырысады, дейді әлеуметтанушы Бейсенбаев.